Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сабақтың тақырыбы робот түрлері және оларды қолдану. Сабақтың мақсаты робот анықтамасын тұжырымдау, роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру. Сабақты бастамас бұрын оқушылардың яғни психологиялық ахуал көңілдерін көтерін кетіп аламыз сабақты бастамас бұрын. Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Дәл қазіргі көңіл күйлеріңді роботтың дауысымен айтып өтіңіздер. Яғни оқушылар өздерінің көңіл күйлерін роботтың дауысымен айтып шығады. Одан кейін топқа бөлінеді оқушылар. Оқушылар осы роботтар арқылы топқа бөлінеді. Яғни тақтаға шығып, роботтың экраны тұр ғой, соның үстінен басса, осылай топтары шығып отырады. Яғни 10 ғана оқушы болғандықтан екі топқа оқушылар осылай бөлініп шығады. Топқа бөлініп шығады оқушылар. Одан кейін жаңа сабақ бейнеролик тамашалайды, яғни видеоролик арқылы оқушылар жаңа сабақты түсінеді. Жаңа сабақты түсініп болғаннан кейін бірден топтық жұмыс, яғни екі топқа бөлінді. Бірінші топ медициналық роботтар, екінші топ тұрмыстық роботтар. Яғни оқушылар осы роботтың түрлерін, пайдасын айтады, қандай саласын мысалмен түсіндіреді, өз ойларын нақты түсінікті жеткізетін болады. Топтық жұмыс орындап болған соң сәйкестендіру EducaPlay платформасы арқылы. Сәйкестендіру тапсырмасы EducaPlay платформасы арқылы. Яғни оқушылар роботтың түрлерін сәйкестендіріп шығады. Келесі тапсырма, бұл жерде оқушылар мәтінді оқып, мына жердегі сөздерді осы бос орындарға қойып шығады. Бұл бізде үшінші тапсырма болады. Енді үшінші тапсырма орындалып болғаннан кейін сергіту сәті робот биін билейді. Яғни видео шығады роботтың, сол биді қайталайтын болады оқушылар. Сергіту сәті біткеннен кейін оқушылар компьютерде практикалық жұмыс орындайды. Яғни оқулықта төменгі жағында осы тақырып 16 тақырыпта кесте бар. Сол кестені PowerPoint программасына жасап, сол жерде роботтың түрлері және олардың атқаратын қызметтерін жазып шығады. Практикалық жұмыс орындап болған соң тест орындайды. Енді бізде тест бағдарламасында оқушылар тақтаға шығып, шығыпта басып, жауап беріп отырады. Яғни бұл бізде соңғы тапсырма, 5-ші тапсырма. Енді әр тапсырмадан кейін мен бағалау жүргізіп отырмын. Қазір соңында көрсетемін қалай жүргізіп отырғанымды. Бұл сабақ кәдімгідей өтілген сабақ, өзім осы сабақты осы тапсырмалармен өттім. Осы 5 тапсырманы сабақтың соңына дейін оқушылар үлгерді. Әр
тапсырмадан кейін бағалау жүргізіліп отырды. Қазір соңғы сұрақты осылай оқушылар сұрақтарға дұрыс жауап береді. Енді WordWall платформасында бізде тест орындап болды. Соңғы тапсырма бұл бекіту, яғни сабақты бекіту тапсырмасы болды. Енді бізде бағалау жүргізіледі. Қазір бағалауды соңында көрсетейін. Кері байланыс робот эмоциясы, яғни оқушылар сабақты түсіндім десе, мына жасыл кнопканы басады. Бізде робот билейді екен. Екіншіде сабақты жартылай түсінген оқушылар роботымыз ойланып қалады. Қызыл кнопка, мен сабақты мүлдем түсінбедім, роботымыз біздің көңіл күйі түсіп кетеді. Осылай роботтың эмоциясы арқылы сабақтың соңында кері байланысты береміз. Енді бізде соңғы оқушылардың төбедегі цифрлар арқылы біз қаншалықты сабақтың мақсатына жеткендігімізді білетін боламыз. Келесі бізде үйге тапсырма, болашақтағы робот тақырыбына сурет салып келу немесе шағын әңгіме жазу. Енді мен сіздерге бағалауды көрсетейін. Мен әр тапсырмадан кейін бағалау жүргізіп отырдым. Енді бағалауды түсіндіріп өтейін. Менде сабақта информатика пәнінде 10 оқушы ғана болды, яғни бөлініп оқытамыз. Осы 10 оқушының фамилиясын мен аттарын осылай жазып қойдым. Енді әр тапсырма, менде 5 тапсырма болды. 5 тапсырмамыз 0-ден 2-ге дейін бағаланды, яғни максималды балл әр тапсырмаға 2 балл. Жалпы қорытынды балл бізде 10 балл болу керек. Яғни 5 тапсырмадан да 2 балдан алған оқушы бізде 10 балл алады. Әр тапсырма орындап, мысалы бірінші тапсырма топтық жұмыс болды. Белсенді қатысқан оқушыларға 2 балл, 1 балл, мүлдем сөйлемеген оқушыға мысалы 0 балл қойсам болады. Осылай екінші тапсырма сәйкестендіру, үшінші тапсырма бос орын толтыру, төртінші тапсырма бізде практикалық жұмыс, бесінші тапсырмада тест орындады. Тестте бізде оқушылардың барлығына дұрыс орындады, 2 балл, практикалық тапсырмада кейбіреуі 1 балл алған. Енді осы әр тапсырмадан кейін осылай бағасын жылдам қойып шықты. Енді мен есептеу деймін. Есептеуді басамын да, міне менде жалпы 9, 8, 7 балдан алып отыр оқушылар. Осыны мен күнделік кезекке қоятын боламын. Яғни сабақтың соңында бағалау осылай жүргізіледі. Енді бағалау біткен соң, қазір мен сіздерге ашық сабаққа келген мұғалімдерге QR кодты көрсетейін. Мұғалімдердің, яғни біздің сабағымызға қатысқан мұғалімдерге осындай QR код, яғни ашық сабағыма қош келдіңіз деген кезде, роботтың және QR кодты сканерлегенде менде видео шығады, яғни сабағыма қош келдіңіз, кері байланысты WhatsApp сілтемеге өтіп, кері байланыс беріңіз деген сияқты видео шығады голограмма түрінде. Одан кейін сол мұғалім әріптесім WhatsApp QR код арқылы өз пікірін қалдыратын болады. Осылай сабақ дәл уақытында аяқталып, үлгерілді барлығына. Сапалы сабақ болды деп санаймын.